Assalomualaikum Clash of Clans жанкөрлері. Достар, бүгін екінші квада атака күнін түсіріп өтем. Өткен квада өткен квада жақсы атака жеңіске жеткен. Бұл ква басталып кетті міне. Одан алдыңғы кваны түсірдім. Кейінгі кваны тең болдық ол квада. Мінекей ол квада тең болғанбыз. Сол кваны көрсетеміз қазақ достар. Міне көріпсіздер, біз жаптық, бізді тегіс жапты. Әдемі клан екен, бұл мықты. Осы кланны ойнадық. Міне атака бізде жақсы жасағандар бар. Тамаша атака болады. Мен бірін жаптым. Бақат Пиарс деген екінші жапты. Тамаша атака ол. Тоғыз текалардың атакасын көрсетем. Сіздер көріңіздер қандай атакамы жасаған. Қалай жасаған, міне көріңіздер базасы. Мықты деп айтуға болмайды, орташа не база, не клан шығарылады бірінші. Кетке шығаннан кейін Бақа Пиарс оны жоқ қылады. Онша мықты база емес, бірақ сонда да тактиканы жақсы тұрып жасаған дұрыс не. Шармен жасаған ең оңай не фармның атакасы десе де болады. Бақа осылай жауап тастады бұл базаны. Біздің кланға келіп тіркеліңіздер. Қазір кубок қуып кезінде Қазақстанның топ 5 кланның бірінде жүргенбіз. Қазір есе ол көп уақыттан бері біраз демалыс болды арамызда. Одан кейін кубок қуу тоқтатып қойдық. Қайтадан бастадық кубок қууды. Сіздерді келіп міне тамашалап атака жасап көрсеңіздер болады. Мына базаны алу оңай болмады маған, бірақ менікі дисбалансер база болғаннан кейін дисбалансер база мынандай мықты базаларды алып. Мықты базалар көріпсіздер қалай. Арбалеттер, үшінші үрбен клан шығардым, бірақ клан шығару қиын болды. Нағыз боздыққа арналған база екен, әуелін атака жасау қиын. Бірақ менің фуловый әскерім болғаннан кейін алдым. Түгелде алдым, әйтпесе аламай қалушы едім. Көріпсіздер атаканы. Бәрі дұрыс кетті. Клан шарама деген дракон көп әскер жоқ қылып жіберді. Сонда да лавалардың күшіктері жоқ қылып жіберді. Мен бұл 3 жұлдызға ұрдым. Жылдамдатып көрсетейін сіздерге. Уақыт тығыз болғаннан кейін бәрі атаканы бірдей көрсете алмаймын. Сол себепті осылай. Біздің кланға келіңіздер, қазақ дос кланына. Көп кубок көтеріп, жаңағыдай. Өзіміздің ережелерімізге бағынып ойнайтын болсаңыздар, қабылдаймыз. Міне көріпсіздер мынау. Ереже бар мына жерде, міне жазылып тұр. Осы арқылы көресіздер міне. Көрдіңіз бе? Клан полный. Мінеки клан полный, адамға тола. Бізге мықты база или жақсы не керек емес. Бізге жақсы ойнайтын, жаңағы донат жақсы жасайтын ойыншы болса болды главный. Ол ар жақ бер жағына қарамаймыз. Мынау 9-шы атушан атакасын көрсетеміз сіздерге. Міне көріпсіздер. Өте әдемі жасалған базалардың бірі. Бұл да боздыққа арналған. Бұны мен жаяу әскеріме алып тастадым. Қазір заклинияны елдермен фуловый жасап, мүгетті тезек көрсетейіз. Ортаны алғаннан кейін уже болды. Шеттерін валкиралармен тазалап кетті. Негізі валкира ортаға тұру керек болатын. Әдемі базалардың бірі, өте құп базалардың бірі жасаған. Жауып тастадым шылды. Тамаша атакалардың бірі болды. Көпшілік айтуы мүмкін, жеңіліп аттан неге түсірмесе. Жеңілсе де кезекпен түсірем мен туадағым. Осылай. Көріпсіздер. Кейін мен сіздерге әрдайым 9-шы ратушаны көрсете бермей, төмен жақтың атакасын көрсетем. Кіші базалардың. Кланда. Біз 15 адамдыққа бастап үйренгенбіз. Кезінде 4 ай квада жеңілмегенбіз, міне көріпсіздер. Нұржан бәрі қазақтар, түгелде қазақтар. Қазақ бауырлар. Көріпсіздер, полностью жаудық. 9-ға шыққана 11-ге көріп Нұрлан деген. Осы атака соңғы болып қалсын. Кейін кланды таныстырып, кланға қалай кіріп керек деген айтам. Міне 8-ші ратуша фуловый. Радушный абрамлар 6, мен көріпсіздер осылай. Фуловый базаға бұл шармені шықты. Шетіне шақырып алыпты. Главный бірінші өшіретті осы клан крепсті өлтіру керек. Қандай игрок болсын. Қарашыңа тамаша. Атакалар, шарлар қалай тастады. Жылдамдап көрсеткен екен бәрі әдемі көрінеді. Осы каналға
тіркеліп астына лайк басыңыздар. Келесі ойында нені түсіріп жіберейін және қалай атаға жіберейін солардың бәрін көріп айтып сұрақтарыңыз болса жазып қалдырыңыздар, мен соған жауап беремін. Қандай нені түсірейін, 11-ші атушаның атакаларын ба, әлде 9 ба 8 ба, қалай база жақсы мықты база керек па деген сияқты сұрақтарыңыз болса астына комментарияға қалдырып беріңіздер. Ал мен кланды міне көріпсіздер, Қазақтос кланын әрдайым клан таныстырып өтемін. Міне Қазақтос кланы дәл қазір міне КВА уже басталуға шақ қалып тұр, 15 минут қалды. Қарсыласты міне көріпсіздер. Келесі КВАда осы қарсыласпен ойнайтын боламын. Нәтижесін айтамын сіздерге. 8-ші уровень кланмен түсіп отырмын міне. Осылармен соғысып көреміз енді до конца. Келесі КВАда қызық ойнап тұр. Меніңше біз тең болатын сияқтымыз. Себебі мыналардың бірі өте мықты. Базасы фуловый. Біз 9-ші база болса, бұл 11. Көреміз енді бұған қарсы қалай ойнайды. Баршаға сәттілік тілеп қаламын. Және кланға келеміз десеңіздер қабылдаймыз. Серік деген легендарный лигада жүрген, мысалы мына көріпсіздер, мына Серік деген менің аккаунтым, осыған дружба тастаңыздар. Кім кірем дейтін деушілер болатын болса. Әйтпесе 50 адам кірмей қаласыздар. Дружба тастасаңыздар, мен сразу сіздерді шақырып алам. Сенімді игрок болсаңыздар, если ойнайтын. Сонымен мен сіздермен қоштасып қаламын. Қош сау болыңыздар. Кезекті кездескенше кезекті бөлімдерде.